Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біз қайта оралдық достар. We are back, baby. We are fucking back. We are back. Classic. We are back. Достар, бүгінгі шығарылым біздегі осы аптаның соңында болатын UFC Fight Night-қа арналмақ. Бұл UFC Fight Night Американың Лас-Вегас қаласындағы UFC Apex ғимаратында орын алмақ. UFC Fight Night-тағы басты main event бұл әйелдер арасында өтетін 52 кг салмаққа дейінгі өтетін кездесу. Нөмірі 3-ші орында тұрған бразилиялық бұрынғы титулға үміткер Аманда Лемош пен нөмірі 5-ші орында тұрған тағы бір Бразилияның аруы Вирна Джандироба арасында өтетін керемет кездесу достар. Достар, бұл шығарылым барысында біз бас аяғы небәрі 2 ғана кездесуге тоқталатын боламыз. Сонымен бұл кездесулердің ең алғашқысын ашатын бұл осы Fight Night-тағы co-main event. Ерлер арасында 84 кг салмаққа дейінгі өтетін кездесу, яғни 185 фунт салмаққа дейінгі кездесу. Американдық Гавай аралдарының атынан өнер көрсететін Бред Таварес пен оның қарсыласы оңтүстік кореялық Джун Йонг Парк арасында өтетін кездесу. Бұл кездесуде достар, сарапшылардың көбісі осы Парк Джун Йонгды фаворит ретінде көріп отыр. Ал оның андердог ретінде Бред Таваресті көріп отыр сарапшылардың барлығы. Бұл қос жауынгердің рекордына тоқталатын болсақ, Бред Таварес бас аяғы карьерасында американдық жауынгер 30 кездесу өткізіп, соның 20-сында жеңіске жетіп, 10-да жеңіліске ұшыраған. Ал Парк Джун Йонг өзінің карьерасында 22 кездесу өткізіп, 17-сінде жеңіске жетіп, 5-інде ғана жеңіліс тапқан. Қос жауынгердің жалпы физикалық тұрпатына тоқталатын болсақ, Бред Таварес Парк Джун Йонгға қарағанда бойы сәл ұзынырақ, және де осы бойының ұзындығы арқылы бұл кездесуде бұл жауынгердің артықшылықтары көп болады. Бред Таварес осы жылдың ақпан айында өзінің соңғы кездесуін бразилиялық Грегори Родригеске қарсы өткізген болатын, және де сол кездесуде Бред Таварес өкінішке орай 3-ші раундта нокаутпен жеңілген болатын бұл жауынгер. Ал Джун Йонг Парк өзінің соңғы кездесуін өткен жылы желтоқсан айында Андре Муниске қарсы өткізген болатын, және де сол кездесуде бұл жауынгер төрешілердің шешімімен Андре Муниске жеңілген болатын өкінішке орай. Одан кейінгі тоқталатын кездесу достар, бұл кештің ең басты main event-і, яғни Аманда Лемош Вирна Джандиробаға қарсы кездесу өткізетін болады. Бұл кездесудегі сарапшылардың пікірі бойынша фаворит ретінде сарапшылардың барлығы бір ауыздан Вирна Джандиробаны көріп отыр. Аманда Лемоштың рекордына тоқталатын болсақ, бұл жауынгер қыз бас аяғы карьерасында 18 кездесу өткізіп, оның 14-інде жеңіске жетіп, 3-інде жеңіліске ұшырап, бір кездесуінде тең түскен. Ал Вирна Джандироба бас аяғы карьерасында 23 кездесу өткізіп, оның 20-сында жеңіске жетіп, 3-інде жеңіліске ұшыраған. Аманда Лемоштың соңғы кездесуіне тоқталатын болсақ, Аманда Лемош осы жылдың ақпан айында UFC 298 турнирінде Бразилияның өкілі Маккензи Дернді төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңген болатын. Ал Вирна Джандиробаға тоқталатын болсақ, Вирна Джандироба өзінің соңғы кездесуін осы жылдың наурыз айында өткізген болатын, және де сол кездесуде Вирна Джандироба Мексиканың өкілі Лупи Годинесті төрешілердің бір ауыздан шешімімен 3 раундтың қорытындысы бойынша жеңген болатын достар. Достар, жалпы Вирна Джандироба мен Аманда Лемош, сонымен қатар Бред Таварес пен Парк Джун Йонгның арасында өтетін кездесулердің арасында сіздер кімдерді фаворит ретінде көресіздер? Міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер, және де бастысы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. UFC Fight Night-тан тыс қалмайық достар, күндеріңіз сәтті өтсін.